Геннадий Головкин өзінің карьерасындағы ең сұрапыл қарсыласы Сауль Канело Альвареспен жолықты. Олар Александр Усик пен Рико Верховен арасындағы жекпе-жегін бірге отырып тамашалады. Ал жекпе-жектен кейін Канело ескі қарсыласы Геннадий жайлы тіл қатты. Канело, бүгінгі кеште Головкинді көру қандай сезім болды? Қазір біз көп әңгімелесеміз. Біз үш керемет жекпе-жекті еске түсіріп аламыз. Мен өте қатты қуаныштымын. Сол рингті онымен бөліскеніме. Геннадий рингке оралғысы келетін айтты. Олармен қарай не істеу керек? Ол кез келген нәрсені істей алады. Менің ойымша, ол соған лайық. Қайта оралып, жақсы бір жекпе-жек өткізуіне болады. Керемет болушы. Ал сіз қалай ойлайсыз? Отандасымыз аңыз адам Геннадий Головкин рингке қайта орала ала ма? Don't forget, I'm invincible. Қазақша контентті қолдай отыра, жауынгер рухы арнамызға жазыл.